Мен камерада көрініп тұрмын деп ойлаймын. Мен қазір өзімнің телефонымның артқы камерасына видео түсіріп жатырмын. Қалай болады, қалай қояды, түсіріп тұр ма, түсірмей тұр ма, мен тіпті біліп отқан жоқпын. Бүгін бірге боянатын боламыз. Мен терезені ашып қойдым. Өйткені күн ыстық. Өзім де жеңіл киініп алмағанмын. Одан қала берсе, бүгінгі видеомыз ASMR емес, жай ғана мейкап туториал болады. Макияжымызды бастайық. Менде мында өзімнің кішкентай айнам бар. Надеюсь, камера мені алып тұр. Бетімді ылғалдандырып алуым керек. Оған дейін мен бетімді жуып алдым. Қазір бір 5-10 минутқа ылғалдандырамыз. Қайшымды алмаппын. Жарайды. Осылай бетіме қоя салайын. Мен бұны осылай екі бетіме қоямын, немесе жарты-жартыдан бөлемін да. Екі бетіме, маңдайыма және иегіме қоямын, ерннің астына. Менен сұрап жатқан кісілер ASMR қашан шығады деп. Шынымды айтсам, өзім де ASMR түсіргім келеді, бірақ та өкінішке орай менде қазір оған уақыт жоқ. Менің бетімдегі патчи емес, Пэдэй, Needly деген Корей фирмасынан. Needly'дің менде шербеті бар. Макияжды сүртетін бальзамы. Оған дейін мен Яданың Green Tea'ін пайдаландым. 2 рет па 3 рет өте керемет болды, бірақ бағасы қымбаттағаннан кейін Needly'дің бальзамы жаңағы не дейді, скидкада болды. Мен алатын кезімде ойладым, ол да жақсы фирма, пайдаланып көрейік. Жаман емес. Дегенмен де мен егер қайта таңдау керек болса, Яданың Green Tea'ін алатын едім. Негізі Green Tea жақсы. Менің өзіме ұнайды. Қазір бетіміз ылғалданып болсын. Оған дейін мен барып терезені жауып келейін. Өйткені менің үйім жолдың бойында, машиналардың дыбысы өте қатты естілуде. Ендігі кезекте макияжға кірісетін боламыз. Бетімізді ылғалдандырып алдық. Менің косметичкамда не бар екенін бірге қарайық қазір. Өйткені мен әдетте камераға бәрін дайындап қоятын, бірақ осы жолы дайындағым келген жоқ. Өйткені маған қазір шаруаларыммен сыртқа шығуым керек. Менің бүгін кездесуім бар, сондықтан да үлгеруім керекпін. Тональный крем коллагеннен менің ең сүйікті легкий тональный кремім, өте күшті. Мүмкін біреуге ұнар, біреуге ұнамас. Менің өзіме жалпы ұнайды. Бірнеше емес, көптеген жылдар бойы осы тональный кремді мен пайдаланып келе жатырмын. Осы жақында алған люкс визаждан, камера фокус енді көрсетіп тұрған болса, Fixing Spray Makeup Prime Fix. Білмеймін, пайдаланып жүрмін. Ешқандай да кері әсерін беріп жатқан жоқ, ешқандай да бір жаңағындай липкий эффекті жоқ. Әзірге өзіме ұнайды. Жақында ғана алған Darling Array Baited Liquid Defense SPF 50+ дейді. Ұнады SPF.
Prime Expert бұл да люкс визаждан бетті жылтыратады. Основа под макияж сияющая дейді, придает сияние, освежает тон лица, визуально выравнивает рельеф кожи дейді. Негізі жаман емес, күшті сияние береді негізінде. Бірақ та менің кожам нормальный кожа, комбинированный кожа, ешқандай ондай қылығы жоқ негізі бетімнің. Менің бетімнің сияниесіне осы коллагенде көп көмек береді. Өйткені бұл легкий плюс увлажнение береді. Увлажнение беретін кез келген нәрсені мен жақсы көрем. Мен пудра пайдаланбаймын. Маған ұнамайды. Сырғам менің, оны шетке алып қоя салайық. Содан кейін арт визаждан консилер, бірақ та бүгін бұны пайдаланбаймыз, сондықтан да шетке алып қоя салайық. Так. Кетристің фанаты болып кетпесек жарады енді. Кетристен менде өте көптеген нәрселер бар. Біреуі не еді аты? Хайлайтер, стик. Мынау румяна стик. Румянам бітіп жатқаннан кейін осы жолы осындай стик алдым. Оның алдыңғысы менде жидкий еді. Сосын палетка. Бұны мен Озоннан 2000 бірдеме теңгеге алғанмын. Жаман емес. Маған осындай темный оттенктағы тендер ұнайды. Фокус алып тұр деп ойлаймын. Енді мен өткені камераны кино эффектіға қойдым. Качествосы жақсы болу үшін. Менің 40 жылдан бері келе жатқан қасқа арналған тенім. Мен бұны лақтырайын десем де қимаймын, қыздар. Помадалар. Кисточки. Мына кисточкам білмеймін. Өзінен өзі клей шығып кетті енді. Бұны бүгін біз пайдаланбаймыз, сондықтан да шетке алып қоя салайық. Айна, кішкентай өзіммен үнемі алып жүретін ухачивкаларым, қас керек болады маған. Жидкий кетристан. Не дейтін еді бұны? Бронзер скулы шығаруға. Осы жақында ғана алған люкс визаждан. Люкс визаж ба? Люкс визаждан алған. Фиксация для бровей жаман емес, негізі өз бағасына тұрады. Мен бұны золотой яблокадан 1000 бірдеме теңгеге алдым скидкамен. Менің көңілімдегіде емес, өйткені оған дейін мен Габрини пайдаланғанмын. Габринидің енді оригиналы тап болып қалса, қыздар, оригинал өте жақсы. Әрине, боялмаған сухой тонға ғана жақсаңыз тұрады. Ал мынаған бәрі бір. Мен мысалы бәрін бояп болғаннан кейін қасымды тарап жіберемін. Тұрады. Жаман емес. Болады. Так, кисточкаларым. Бәрін дайындап қояйық. Шығарып. Бұл бүгінге керек емес. Менің қазір пайдаланатын консилерім. Габринидан. Liquid. Консилер өте жақсы, өте легкий. Менің коллаген екеуі үйлеседі. Арт визаждікі бізде плотный тондарға арналған. Қазір мен легкий тонның үстінен жақсам, кішкене айырмашылық болып қалады, сондықтан да ол маған керек емес. Болды. Менде осындай қазақи сәнді косметичка. Жалпы менде миллиондаған косметичка бар. Бірақ осылай арасында ғана косметичкамды пайдаланамын, өйткені бүткіл косметикаларым менің жаңағы тартпамда тұрады. Қонаққа жол жүретін болсам, осындай әртүрлі косметичкаларыма салып жүремін. Осындай нәрселерге мен құмармын. Әдемілікті жақсы көрем. Мынаны мен қай жерден алдым? Корпоративтен алдым. Сыйға, ойынға шыққан кезде сол жерден сыйлыққа келді. Енді макияжымызды бастаймыз. Макияжымызды, мен надеюсь, көрініп тұрмын. Будто бы камера мына жақты түсіріп тұрған сияқты. Макияжды бастаймыз.
SPF. SPF көбірек жағуға тырысамын қазір, өйткені менде SPF-ті дұрыс пайдаланбағаннан, мүлдем пайдаланбағаннан бетімде пигментация бар. Бәлкім камерада көрініп тұрған болуы мүмкін, қарайып. Егерде қап-қара болып тұрған болса, демек ол мендегі күннен қалған пигментациялар. Бұл өзі сондай легкий тональный деппін ғой, легкий SPF. Плотный емес, да? Маған плотный керегі жоқ. Легкий болған жақсы, өйткені порыларды жауып тастайды. Менің бетіме жағатын жай кремімнің өзі сондай жирный, өте увлажняющий крем болғаннан кейін SPF легкий болғаны жақсы. Әдетте біреулер бірінші жаңағы бетіне увлажнение жасайды, бірінші крем жағады, кремнің сыртынан SPF, SPF-тің сыртынан уже дальше макияжын жалғастырады. Бірақ та менің кремім плотный, сондықтан да мен оны пайдаланбаймын, өйткені крем артық болады. Ол кезде крем немесе SPF болады. Ал мен SPF-ті таңдаймын, өйткені мына дақтардан арылуым керек. Арылмаған күннің өзінде де тағы да осыншалықты дақ түскенін мен қаламаймын. Енді менде осындай спонжик. Кремімді жағайын. Енді түрі онша емес болып қалған, дегенмен де бар әлі ішінде. Коллаген. Так, SPF шағып алдым. Давайте. Егер мен шатаспасам, мен қазір шатасып та тұруы мүмкін. Бірінші фиксатор, одан кейін тональный основа кетеді. Бірінші фиксатор. Өмірімде бірінші рет фиксатор пайдаланып жүрмін, сондықтан да шатасып қалам кейбір кездерде. Енді бетімізді кептіреміз. Жақсылап кебу керек. Көрініп тұрма, көрінбей тұрма, менің өзіме уже бетімнің жарқырап тұрғаны көрініп тұр. Оның барлығы әрине сіз бетіңізді қалай жуасыз, қалай макияжға дайындайсыз, соған байланысты. Дегенмен де оның барлығы сіздің пайдаланылатын косметикаңызға байланысты. SPF-тан да SPF-қа да байланысты. Соңғы кезде өзі қазақ тіліне шамалы осындай шорқақ болып жүрмін, өйткені айналамда тек қана қазақтар емес, әртүрлі тілдерде кейде сөйлеуіме тура келеді. Көбіне енді біз қазақша, орысша сөйлейміз. Кейбір кезде, кейбір күндері мүлдем қазақша сөйлемейтін уақыттар болады. Сондықтан да осылай алжып жататынымыз бар. Енді тоналка. Мен осылай жауа саламын. Сәндеп отырмаймын. Камерам жазып тұр деп ойлаймын. Өйткені артқы камераға түсіргеннен кейін мен уайымдаймын. Кейбір кезде телефонымның памяті бітіп қалады.
А мен оны байқамаймын. Мысалы, мен неше рет ASMR жаздым. ASMR жазған кезімде жазғандарым түспей қалған кездер болған. Сондықтан да бұйыртса мен өзіме жаңағындай проф камера алғым келеді. Арнайы осындай YouTube каналыма неше түрлі блогтар, travel блог, ASMR, триггері деген сияқты, немесе жай ғана не дейді, лайфстайл видеолар алғым келеді. Бірақ өкінішке орай ол да арзан тұрмайды екен негізінде профессиональный камера. Мен көрген профессиональный камера ең кемі 300-400 мыңдай тұрады. Одан кейін мен қалаған микрофон да бағасы солай тұрады. Бірақ мен әзірге осы микрофоныма не дейді, разымын. Маған өзіме ұнайды. Дауысы жаман емес шығады. Жай ғана пайдалана білу керек екен ғой. Мен басында бұның қыр-сырын түсінбей жүредім, бірақ та өте жақсы жасады екен. Енді консилер. Бірақ консилерді соңынан жағамын. Мен обычно қалай жасаймын? Мысалы, тон жағамын, одан кейін консилермен бояймын. Консилермен бояғаннан кейін уже скулы сыза бастаймын. Кейбір кезде ұмытып кетсем, керісінше жасаймын. Маңдайыма да кейде жағып қоятыным бар. Мен обычно легкий тон жаққан кезінде мұрныма жаға бермеймін, бірақ бүгін жағамын. Өйткені бүгін бізде кездесу бар. Біреудің баласы жылап жатыр. Бізде негізі көршілеріміз отбасылық кісілер, бәрінде енді бала-шаға бар. Кейбір кезде видео жаза алмайтыным да содан. Мысалы, мен түнде жазғым келеді, барлығы ұйықтаған кезде ASMR видеоларды деп ойлаймын, бірақ та әйтеуір бір көршінің баласы жатпайды. Немесе көршілердің өздері бірдемелерді тойлайтын болады. Одан қалай берсе, бізде стены, не дейді, шумоизоляция бізде аздап нашарлау. Бала болмаған күннің өзінде де, мысалы, сөйлесіп отырғандарының өзі естіліп тұрады. Сондықтан да мен қазіргі уақытта жазбай кеттім ASMR. Бірақ менде алда жоспарда бар осындай мукбан видеолар, тамаққа байланысты неше түрлі. Өткен мен ең сүйікті негізі тақырыбым өзімнің тамақ. Мен тамақты өте қатты жақсы көремін, сондықтан да негізі бұл каналым тамаққа арналған. Жаңағы мукбан, ASMR-ға қарағанда мукбан видео жазатын каналмен. Бірақ та каналымның аты ASMR болды. ASMR деп қоя салдым, өткен арасында бәлкім мен ASMR жазғым келетін шығар деп. Бұрын мен стик форматындағы немесе не дейді, мынандай форматтағы консилермен пайдаланатынмын. Қазір мынау қайда? Кетристан алғалы жидкий маған өте қатты ұнап қалды. Жағылуы да легкий. Бірден тонға үйлесім тауып кетеді. Енді ыстық болып жатыр маған. Енді бетімізге румяна жағамыз. Румянаны да, бронзерді да, хайлайтерді да мен осылай бірінші кисточкам алып алам негізі. Бетіме тигізгім келмейді, өйткені мынау деген бүткіл тоналкамды сүртіп алады.
Менің YouTube каналымда ең көп просмотр жинаған негізінде осындай мейкап туториал видеом екен, бірақ та ол менде ASMR форматында болған. Ең алғашқы рет мен солай жазып көруді шештім. Жай ғана, не дейді оны? Репетиция. Қалай кетеді, қалай болады деген сияқты көбісіне сол видео ұнапты. Өтімді болған сол видео. Өте қуаныштымын. Мұрнымызды да аздап қызартыра салайық енді. Ендігі кезекте хайлайтер. Хайлайтерді да дәл солай мен кисточкаға алып алып. Мынау хайлайтер өзіме қатты ұнады. Негізі өте күшті блеск береді екен. Менде не көп хайлайтер көп негізінде. Құрғақ хайлайтер да бар. Бітті. Ендігі кезекте қасқа көшеміз. Ыстықтап жатырмын. Сыртта айқай шу көп болғандықтан терезені мен жауып қойдым негізінде. Біздің мынау видеомызға кедергі туғызбасын деп. Мен үйде жалғыз емеспін, арғы бөлмеде адамдар бар. Бүгін мен мейлінше қасымды жеңілірек бояғым келіп тұр. Қатты бояғым келмей тұр. Мен әдетте қасымды қалай бояймын? Менің қасым, мен осы қоңыр екеуін араластырып бояймын. Өйткені мен жалғыз қоңырды бояй алмаймын. Менің қасымның түсі мынау сияқты қара болмағанымен, мынау түстен темныйлау, қаралау. Сондықтан да қоңыр боясам, менің жаңағы теңдерім астында қоңыр болып көрініп тұрады. Түшкіріп қалдым. Мен негізі әр видео түсірген сайын ойлаймын, осы видеомды мен монтаждамаймын, еш жерін қырқпаймын деп ойлаймын, бірақ та міндетті түрде қырқатын жерлері болады. Бүкірейіп кеттім ау деймін. Айнам да төмен жақта тұрды, мынандай бір кішкене жоғарыда да тұрған жоқ, былай тік отырып қарайтын. Мынау айнам кішкене өзіме ыңғайсыздық туғызып тұрғаны. Осылай қойыңызшы, ең болмағанда. Мен үшін макияж жасаудағы бір ең қиындау нәрсе осы қасымды, екі қасымды бір-біріне ұқсату қыздар. Кімде сондай? Білмеймін. Менің екі қасым қалай жылайын мен, бір-біріне ұқсадау деп жылсам да боялатын сәттерде екеу бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Мүлдем. Біреуінің бірдемесі дұрыс емес болып тұрады. Мен әдетте осы қасымның ұш жағын көбірек бояймын. Қарайтып. Оның алдыңғы видеоларымда айтпақшы, осы соңғы видеомда менің шашым сары еді. Шашымды бояттым деп айтып едім. Өкінішке орай, ол боялған шашыммен мен жүре алған жоқпын, өйткені мен үшін ол кішкене шок болды. Неге ол мен үшін шок болғанын айтайын. Мен негізінде әпкемнің шашы сияқты пепельный түс болғанын қаладым. Бірақ та оған дейін менің шашым қаншама краска көрген, мысалы. Ең соңғы рет бояған кездерімде қызыл түске бояған, сондықтан да мастерге оңай болған жоқ менің шашымды осветлить ету. Менің шашымның түсі рыжий болып кетті, красный, рыжий оттенок болып кетті. Бірақ дегенмен де сарғайтып шығарып берді. Ең қызығы содан кейін басталды.
барлығы жуып пайдаланып жүрген шампунь, жаңа атын ұмытып тұрмын. Сырты фиолетовый шампуньдар бар ғой, менің шашымды мүлдем алмай қойды. Цвет шықпады, мүлдем шашыма қонған жоқ. Дегенмен де бірнеше ай жүрдім. Сосын мен уже өз шашымнан өзім шаршадым. Анау шашымның состояние қарадым да, мен аздап депрессия болдым, стресс болдым. Сондықтан бардым да айттым, шашымды бояп беріңіз. Все. Одан кейін мен айтпаймын енді, шаш бояу керек, осветление жасау керек, жоқ. Көрдім, түсіндім, болды. Енді бірақ боямаймын. Осы өзімнің натуральный түсімде қалатын болдым мен. Боямаймын. Одан қала берсе көп шаш төгілді менде, өзімнің шашым жұқа. Өте көп шаш төгілді, состояниясы құрыды. Қыздар, оказывается, өзінің жаңағы блескін жоғалтып алады екен шаш деген. Формасын, мысалы, менің шашым өмірі бүйраланбайды. Бүйраланбайды болғанда қалай қисық-мисық болмайды. Бірақ бояғанымнан кейін менің шаштарым жаңағыдай өзінің қалпын жоғалта бастады. Қисық-мисық болып, оны еще үтікпен түзелей алмайсың. Үтікте жөндеп түзелемей қалды. Содан кейін мен бардым да шашымды боятып келдім. Боятқаннан кейін мен бірден есіме түскен жоқ. Біраз уақыттан кейін мен өйткені шашымның состояниясына мен көңілім толған жоқ, мысалы. Көп уайымдадым. Содан кейін бір күні іздеп отырып, студенттік кезімде мумие деген таблеткаға шаш жуғаным есіме түсіп кетті. Мумиеге қазір жуамын. Бір жуғаннан менің шашымды өзінің қалпына алып келіп берді. Қазір енді кішкене жуылмаған шаш, бірақ та таза шаш жуылған кезінде көрсетуім керек сіздерге. Жуылған сәтін көрсетуім керекпін. Өйткені жуылғанда қалай түзу болып шығады. Мен тіпті шашымды жуып кептірген сәттерімде де шаштарым ұйпас шығып, жөндеп таралмай. Енді қыздар, бір сөзбен айтқанда, ол деген, ондай шаш көрмеген адамға ол үлкен стресс береді екен. Бірақ мен бір жудым, екі жудым, бітті, мен уже түсіндім. Осы мумия менің шашымды қалыпқа келтіріп береді деп ойладым. Өйткені ол шашыңызға өзінің натуральный, табиғи, не дейді, блеск деген жарқырау ма? Табиғи жарқырауын қайтарып береді сізге. Одан қала берсе, енді ол таблетка, қара таблетка ғой, түс қосады шашыңыздың түсіне, анық, нық көрінетін болады, жылтырлайды шашыңыз, қатаяды. Мысалы, осветлениеден кейін қыздар, өлі шашқа қатайту ол маңызды екен. Өйткені шаштарың бос болып, былай мұжылып, түр жаман болады екен, бар ғой, мен сіздерге айтайын. Қазір жақсы. Мумияны қалай пайдаланады деп ойласаңыздар, менде мысалы 400 миллиграммдық шампунь. 400 миллиграммға мен салдым 15 штук. 15 таблетка салдым, 15 таблетка салдым, оны бір суткаға қалдырасыз. Жоқ, мен бір сутка көте алмаймын, анау десеңіз, ерінбесеңіз 15 таблетканы езіп аласыз, сосын саласыз. Мен мысалы ерінбедім емес, менде уақыт болды, мысалы келесі жуғанға дейін 2-3 күн болды. Таблетканы алдым, 400 миллиграммға мен 15 таблетка салып тастадым, сосын ол 2 сутка тұрды. 2 суткадан кейін сол уақыт аралығында жуатын кезде негізінде мен бір шайқаймын. Оған дейін де бірнеше рет шайқадым, өйткені анау ауысу үшін. Шайқап, уже сіздің ақ шампуніңіз қоңыр шоколадный цвет болады. Соған жуасыз. Мен бессульфатный шампунь алдым, маған қыздар айтты, бессульфатный шампунь деген көпірмейді деп. Бірақ қыздар, білмеймін енді менікі қандай шампунь, еще как көпіреді менің шампунем. Шын айтам. Так, енді көзімізге кірсек. Көзімді бояп жіберейін. Бір сөзбен айтқанда, егерде шашыңызды жалпы ол осветлениясы бар, осветлениясы жоққа қарамайды,
Өмір бойы шашыңызды боямаған қыз болсаңыз да, жуа беріңіз, онда тұрған ештеме жоқ, ол артық болмайды. Бұрын мен де шашымды боямаған кезімде жуатынмын. Натуральный шашқа вообще күшті эффект береді. Темный оттенок. Мен әдетте осылай бояймын көзімді, жай ғана, немесе бірақ түске ғана бояп кете беремін. Менің өзімнің бұрыннан келе жатқан осы көз бояуым. Біреулер көп растушевать етпейтін қыздар да болады, например. Мен өте қатты жақсы көремін растушевать еткенді. Мен растушевкасыз жүре алмаймын. Маған прям растушевка өте маңызды. Біреулер болады, мына жерім бояйды да кете береді. Нет. Мен олай жүре алмаймын. Тағы аздап қосып жіберейік. Мен бір жерден қарадым. Мүмкін YouTube, мүмкін TikToktан. Былай, тенді алған кезінде деу керек екен. Деуге болмайды деп айтты да. Бірақ мен өзім білем. Оны алып, оны тақ етіп мен ұрып отырғым келмейді, шынымды айтсам. Маған осылай ыңғайлы. Өйткені әркімнің стандарты әртүрлі, біреудің стандартына сай болатындай емеспін мен. Өзім баяғыдан қалай боянам, әліге дейін негізі солай боянамын мен. Көзімнің астын бояғым келіп тұрған жоқ. Тек қана бір өте салайын. Өйткені кейде тендер жағып жатқан кезімде көзімнің астына төгіліп қалады. Сосын жүресің тен болып көзімнің асты. Ендігі кезекте бізде не қалды? Тағы да бір рет люкс визаждан фиксинг спрей. Маған айтты, осылай созады екенсің қолыңды, осы араға шықтықта себесін деді. Бейтіп себуге болмайды деп айтты. Жарайды дедім, енді біз деген ондаймен пайдаланып көрмегенбіз. Пайдаланып жүрген кісілердің ақылына құлақ астық. Ендігі кезекте ерніме осындай карандашпен контур сызамын. Контур сызамын, мен ондайды жақсы көрем. Үйреніп те қалады екенсің негізі. Ол нәрсеге бірінші контур сызып, сосын барып помада жағып. Бұрындары осы контурдың не екенін білмегенде қалай өмір сүргенмін білмеймін. Осымен болды. Қыздар, мен өзім үшін осындай Influence Beauty X Gloss дейма, құдай, Gloss X Extra Shine Gel Gloss деген. Не дейді? Майлы далап. Мен негізі мынандай текстурадағы помадаларды пайдаланбаймын. Мен тек қана осындай текстурадағы помадаларды пайдаланамын. Майлы помадалар, білмеймін, мен осыған дейін алған майлы помадалар бәлкім Influence'тің помадасындай болмаған шығар. Мынау менде екіншісі. Қалай айтсам болады текстурасын? Липкий емес. Сондай күшті сияние береді. Увлажнение береді. Мен өз-өзімнен шок болдым, негізі мынау помада маған ұнағанында.
Өйткені мен андай жылтыр помадаларды ұнатпаймын. Мен текстурасы матовыйын жақпаймын, дегенмен де жылтыр еместерді жағамын. Матовый болғанда да ернімді құрғатып жібермейтін помадаларды ғана пайдаланамын. Осы ғана помадамды алыппын. Бірақ та мен тағы да біреуін тапсырыс бердім. Шынымды айтсам, ол тапсырыс бергенім маған ұнаған жоқ. Білмеймін. Текстурасы, шынымды айтсам, өте лепке болып сезілді. Жуылатын кезде де біртүрлі жуылады. Ал дәл мынауы бөлек. Басқа түсін тапсырыс бергенмін. Білмедім, не айырмашылығы бар. Бүгін ұмытып кетпесем, осы байқап көруім керек болып тұр. Екінші тапсырыс бергенім, яғни үшінші тапсырыс бергенім қоңыр түсінде, бірақ та ерніңе жақсаң, ол қоңыр түс болмайды. Жай ғана сияние береді. Менің ернімнің түсіне енді жай ғана сияние береді, шынымды айтсам. Осымен менің макияжым бітті. Осындай форматтағы видео сіздерге ұнады деп ойлаймын енді. Бірақ та келесіде ASMR форматындағы видео жазуға тырысып көретін боламын. Осымен бүгінгі видеом аяқталды. Видеомның соңын осындай өзімнің сүйікті парфюмім, Yves Saint Laurent'ның парфюмі Libre-мен аяқтағым келіп тұр, өйткені мен қазір сыртқа шығамын ғой бәрібірде. Парфюм эксперттер парфюміңді дұрыс емес себесін деп айтып отырмаңыздар, позорымды шығарып. Біреулер айтады, бірінші қолға себесін, былай дейді. Олай да себеміз, былай да себеміз, былай да себеміз, бәрін жасап себеміз ғой. Бір сөзбен айтқанда, өз көңілдеріңізге не жағады, жандарыңыз қалайды, не нәрсені қалай жасағыларыңыз келеді, ешқандай стандарттарға қарамай, өз қалауыңызбен өмір сүріп, өз қалауыңыз бойынша жүріңіз, және әр нәрсені өз қалауыңыз бойынша пайдаланыңыз деп айтқым келеді. Осымен бүгінге мейкап туториал видеомыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де инста, тикток парақшаларыма да тіркеліп кетсеңіздер болады. Барлықтарыңызға рахмет. Осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лүпілдетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар.